Сәлем, баршаңызға осындай дәмді, ауызда еритін сүзбелі бәліш рецептімен бөліскім келіп отыр. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып кет. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ұнымызға қантымызды салып, ертілген сары майымызды, 2 жұмыртқа, азырақ тұз, қопсытқыш, қаймағымызды салып, жақсылап біркелкі қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды пакетикке салып, жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Сүзбемізге қант ұнтағын салып, 2 жұмыртқа, кукурузный крахмалымыз салып, блендермен жақсылап араластырып аламыз. Бізде салмасы дайын, бұны бөлек бір жерге қойып қоямыз. Қамырымызды аламыз, 2-ге бөліп, егер қолдарыңызға жабысып жатса, азырақ ұн сеуіп жіберіп, жайсаңыздар болады. Жайылған қамырымызды осындай формамызға салып аламыз. Қамырымызға жаңағы салмамызды салып аламыз. Екінші қамырымызды жайып, кесіп аламыз да сүзбелі бәлішіміздің бетіне қойып шығамыз. Духовкада алдын ала қыздырылған 180 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Сүзбелі бәлішімізді толықтай суытып барып кесеміз. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын.